Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін мен сіздерге патшаның қызы неге бақытсыз деген ертегіні айтып беремін. Ертеде бір патша болыпты. Патшаның екі қызы бар екен. Патша оларды барынша тәрбиелейді. Бірақ олар өскен соң мінездері өзгеріп, бір қызы күлмейді екен. Бір күні патшаның үйіне саяхатшы келеді. Саяхатшы патшаның көңілсіз отырғанын көріп, бұдан себебін сұрайды. Патша: менің бір қызым көңілсіз дейді. Саяхатшы: онда мен сіздің үйіңізде қонақ болып жатайын. Қыздарыңыздың құпиясын ашамын, дейді. Патша бұған қуана келіседі. Бір күні саяхатшы қыздарын жасырын аңдай бастайды. Сөйтсе, қыздары кешке ұйықтар алдында дәптерге бір нәрсе жазып, оны жастықтарының астына тығып қояды екен. Олар оянғаннан кейін соны оқып төсектерінен тұрады. Сөйтіп, кешке саяхатшы олардың дәптерлерін оқиды. Үлкен қызы жамандықтарды, кіші қызы жақсылықтарды жазады екен. Сөйтіп, сосын дәптерлерді ауыстырып қояды. Үлкен қызы таңертең тұрғаннан кейін соны оқыған кезде қатты қуанып күле бастайды. Патша қатты қуанады. Саяхатшыдан оның себебін сұрайды. Саяхатшы: өмір айна сияқты. Егер біз оның жақсы жағын көрсек, онда бізге ол жақсылыққа келеді, дейді. Сол кезден бастап, патша қыздарына тек қана жақсылық жазуды айтады. Және қыздары сол кезден бастап қатты бақытты өмір сүреді. Егер де балалар, бұл ертегі сендерге ұнаса, менің арнама жазылып, лайк басуды ұмытпаңыз. Сау болыңыздар.